Налян мен Седат екеуі тамақтанып отырады. Седат Налянға таңырқап қарайды. Седат: Налян, сенің бұлай тамақтанғаныңды мен бірінші рет көріп тұрмын. Мүмкін гормондардың әсерінен болар. Налян: маған пияз жеген қатты ұнап қалды, сен не, ұнатпайсың ба? Налян Седаттың бетіне қарағысы келмей тамақтанып отырады. Седатқа білезік жайлы хабарлама келеді. Сөйтіп ол қатты қуанып кетеді. Хайри ауылдан келген екі досына тамақ әзірлеп жатады. Достары Хайриге: Хайри, сен уайымдама, біз саған көмектесеміз, біз де жаңа жұмыс іздеп қолғабыс етеміз. Хайри: сендер несіне уайымдайсыңдар, одан да сендер жатып демалыңдар. Сендер Рафет мырзаның қандай екенін білмейсіңдер, олар саған жұмыс тауып береді. Ол әрқашан жетімдерге көмектесіп жүреді. Егер Рафет сондай болса, онда үйінде не ішемін, не жеймін демейді екен ғой. Олар тамақты мөлшермен жейді, тіпті грамдап. Рафет Гүлжиханға: сен мына бөлменің ауасын тазарттың ба? Мен сондай қысылып тұрмын. Мен терезені ашық қалдырғанмын. Мен сенің жездең мен сіңіліңді мүлдем түсінбеймін. Рафет: мен үйлене сала Джавид сенің сіңіліңе үйленді. Джавид тек сенің сіңіліңе басқа оймен ғана үйленді. Гүлжиханның есіне Джавидтің айтқандары есіне түсіп кетеді. Рафет: сен маған не үшін үйлендің? Әлде сенің де бір ойың болды ма? Рафет: Гүлжихан, сенің бұл сұрағыңды қалай түсінеміз? Мен сені жақсы көріп үйлендім, бар болғаны сол. Көп ойлана бермей оданда жатып ұйықта, демал деп айтады. Хайри Налянның суретін қарап оны сағынып аңсап отырады. Ал Налян болса терезеге қарап өзін жалғызсырап әбден мұңлы болып отырады. Жолда Альп мырзаға біреу хабарласады. Альп мырза, Жанна туралы сізге жайсыз хабарым бар. Жаннаның маған айтушы болмаңдар, ол маған енді қызық емес. Жанна ханым әкесінен көмек сұрап балаларын сізден алып қоймақшы дейді. Альп қатты ашуланады. Таңертең Налян Хайридің берген бұйымын қарап, Налянның телефонына Биллюрден хабарлама келеді. Налян мен Биллюр кафеде кездесуге келіседі. Бірақ сол кезде оған Альп хабарласып қалады. Налян ханым, сізді мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Мен Жаннаның күйеуі Альп боламын. Сізге айтар маңызды әңгімем бар. Бір сағат уақытыңызды бөле аласыз ба? Налян: жарайды, кездесетін жерді айтыңыз деп айтады. Сөйлесіп тұрғанда Седат келіп қалады. Налян: сенде барлығы жақсы ма, неге абыржып тұрсың? Налян: менде барлығы жақсы. Седат: бір жерге барғалы жатырсың ба, мен сені жеткізіп салайын. Налян: жоқ, әуре болма, мені Хайри апарып тастайды. Седат Налянға: Налян, біздің арамыз дұрысталды ма, барлық мәселе шешілді ме? Мен саған Жаннамен кездеспеуге уәде бердім, мен уәдемде тұрамын. Бар, Налян, барлығы жақсы, мен сені кешіремін дейді. Седат Налянның бетінен сүйіп кетіп қалады. Налян үйден шығып бара жатқан кезде Хайри өзінің затын тағып алғанын көріп өте қатты қуанып кетеді. Курьер Рафет мырзаның үйіне бір зат алып келеді. Гүлжихан ханым затты қабылдап алады. Гүлжихан затқа қарап, арыда беріде қарап, ешқандай ат жазылмапты, мен бұны Рафетке апарайын дейді. Рафет мырза да затқа таңырқап қарап тұрады. Гүлжихан: кәне Рафет, ашсаңшы, бірге көрейік дейді. Рафет: ай, осы сен шыдамсызсың, жарайды, ашсақ ашайық дейді. Рафет ашып қалса, ағаштан жасалған гүлді көріп шошып кетеді. Бұл Рафеттің өткенінен естелік болатын. Рафет затты көріп бірден сол адамнан екенін танып қояды, бірақ Гүлжиханға білдірмейді. Гүлжихан: мына қолдан жасалған ағаш роза қандай әдемі еді. Рафеттің бұрынғы сүйіктісіне курьер хабарласып, зат өз діттеген жерге жетті, олар затты қабылдап алды дейді. Пера айнаға қарап тұрған кезде оны анасы шақырып алады. Апа, не болды, неге мені шақырдыңыз? Сен не, әлі дайындалмағансың ба? Сенде кездесу бар еді ғой. Селин ханым кездесу болмайтынын айтты, оларда бір жиналыс бар екен. Апасы Пераға: саған керегі Селин емес, Музафер. Тез арада Музаферге хабарласып, онымен кездес дейді. Пера Музаферге хабарласып: Музафер мырза, біз бүгін кездесе аламыз ба? Музафер: менің басқа жоспарларым бар, кездесуді алдын ала дайындау керек еді. Пера апасына: жарайсыз апа, мен Музафердің алдында позор болып қалдым. Әділ мырза болған жағдайға қатты қапаланып отырады. Фарида ханым Әділ мырзаға: сен не, өмір бойы осылай отырмақшысың ба? Үйде қамалып? Әділ мырза Фаридаға: мен сыртта жүріп, бұл шындықты жасырып, емін еркін сен сияқты тайраңдап жүре алмаймын. Налян Альппен кездесуге келеді. Хайри: неге Жаннаның күйеуімен кездесуге келді екен деп ойланып тұрады. Налян кездесуге енді кіргелі жатқан кезде оған апасы хабарласады. Қызым, сен таңғы асты іштің бе, менің айтқандарымды жасап жүрсің бе, барлығын орындап жүрсің бе дейді. Налян: сен сыртта жүрген сияқтысың ғой, даладан у-шудың дауысын естіп тұрмын. Мен саған баланы өмірге әкелгенше үйден шықпа деп едім ғой. Налян: мен Жаннаның күйеуі Альппен кездесуге келдім.
Фарида ханым, оның күйеуінде не шаруаң бар? Сен баратын жер емес ол, тез қайт. Налян, апа сіз неге сонша қарсы боласыз? Біз тек әңгімелесеміз, деп телефонды қойып қояды. Фарида ханымның жүрегі ұстап заттарды шашып жібереді. Бәрібір ертелі кешпе ашылады. Оны өмір бойы жасырып жүре алмайсың. Альп Налянға, мен бұл жағдайды менен естігеніңізді қаламадым, бірақ менің басқа амалым қалмады. Налян, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Альп, Седат пен Жанна әлі күнге дейін кездеседі. Альп, сіздің көмегіңіз қажет. Дегенмен сіз де мен сияқты құрбандардың бірісіз ғой дейді. Налян, бұнымен не демекшісіз, Альп мырза? Не айтып тұрғаныңызды білесіз бе? Альп, Налян ханым, бұны қабылдаудың қиын екенін білемін, бірақ бұл шындық. Егер мені тыңдасаңыз, мен сізге барлығын айтып беремін. Сіз де бұны білуге толық хақыңыз бар. Налян, сіздердің отбасыларыңыздың ажырасуына біз кінәлі емеспіз. Мен сізді бұдан әрі естігім келмейді деп тұрып кетеді. Альп Налянға, қашанға дейін бұлай көз жұмып қарамақшысыз? Айналаңызда не болып жатқанынан бейхабарсыз. Көзіңізді ашыңыз. Налян Альпке, ендігәрі маған жоламаңыз. Менің отбасыма да, менің некеме де сіздің қатысыңыз жоқ. Менен аулақ жүріңіз деп кетіп қалады. Налян шындықты көтере алмай, әрең жүріп келеді. Енді құлағалы жатқан кезде Хайри мырза оның қолынан ұстап қалып, Налян ханым, сізде барлығы дұрыс па? Кәне машинаға отырыңыз деп оны машинаға отырғызады. Фарида ханым қатты қорқып, менің сөмкемді әкел, мен тез арада кетуім керек. Адил мырза, сен қайда бармақшысың? Оның да бұл шындықты естуге хақы бар, деп айқайлайды. Одан да сабырға кел. Фарида ханым, Налян телефонды көтермейді. Ол оған не айтты екен, деп қатты абыржиды. Налян ханым, сізде барлығы жақсы ма? Мүмкін дәрігерге барармыз. Жоқ, Хайри, мені фирмаға апар. Хайри, кешіріңіз, сізде ешқандай мәселе жоқ қой. Сізге көмектесе аламын ба? Налян, жоқ, қажет емес, менде барлығы жақсы. Фарида Налянның үйіне хабарласады, тұтқаны Тако алады. Налян қандай шофермен кетті? Тако, оның есімі Хайри. Фарида, оның маған есімі керек емес, одан да сен маған оның номерін бер. Тако Фаридаға номерін береді. Гүлжахан келген затқа күдіктеніп, Дүндуге, сен Рафет шыққан кезде маған хабарла. Дүнду, не болып қалды? Гүлжахан, маған көп сұрақты қойма, одан да шыққан кезінде тезірек хабарлас. Налян Седатқа фирмаға келеді. Фарида ханым Хайриге хабарласып, Налян қайда деп сұрайды. Хайри, мен сізді танымаймын, мен сізге не үшін айтуым керек? Фарида, мен Налянның анасымын. Көп сөйлемей тез айт. Налян ханым фирмаға кіріп кетті, ал мен астында күтіп тұрмын.